Сәлем достар, бүгін печенье пісіреміз. Ол үшін 120 грамм жұмсақ сары майды миксерден өткіземіз. 70 грамм қант қосамыз. Барлығын араластырамыз. 2 сары уыз қосамыз. Бір ас қасық айран қосып, тағы да миксермен араластырамыз. Кішкене тұз қосамыз. 250 грамм ұнға 1 шай қасық қамыр қопсытқыш қосып, барлығын араластырамыз. Ұнды аз-аздан саламыз. Қамырымызды елеп, осылай жайып шығамыз. Дөңгелек пішінді ыдыс алып, осылай видеодағыдай кесеміз. Печеньелердің үстіне жұмыртқаның ақ уызын жағып шығамыз. Оның үстіне арахистарды жабыстырамыз. 200 градуста 10-15 минут пісіреміз, қызарғанша. Мінекей біздің печеньелеріміз дайын болды. Ас болсын, менімен бірге дайындаңыздар.